Қарағанды қаласының құрметті азаматы Жайық Қайгенұлы Бектұров 1912 жылы дүниеге келген. Ол талантты ақын, дарынды аудармашы, шебер прозаик, публицист, журналист, еңбекқор әдебиетші, зерттеуші, танымсыз әдебиетші, ұйымдастырушы еді. Өткен ғасырдың 30 жылдары кең байтақ қазақ сарыарқасының бел ортасында Қарағанды басқаша жаңғырды. 20-30 жылдың ішінде Қазақстанның өндірістік индустриалдық тамырына айналған Қарағанды қарқынды дамыды. Көмір өндірді. Маңындағы Теміртау қаласының, сондай-ақ Жезқазған балқаш өндірісінің қалыптасуына ықпал етті. Бұрынғы Совет одағына танылды. Бүкіл Совет елінен, Қазақстанның түкпірінен Қарағандыға халық ағылды, қала өсті. Қуғын сүргінді басынан өткерген Жайық Бектұров 50 жылдары Қарағандыға тоқтады. Көмірмен ғана емес, қазақ мәдениетінің де кенін саналатын Қарағанды облысына өмірін арнады. Жайық Қайгенұлы Бектұров қазақ мәдениетіне зор еңбек сіңірген, халықтың рухани қамын жоқтаған кісі еді. Ол көп жылдар Қазақстан Жазушылар одағының Қарағанды облысы бөлімшесіне жетекшілік етті. Жайық Бектұров өзінің ауқымды да бейнелі сөздерімен орталық Қазақстанның тарихи оқиғаларын көпшіліктің жадында қалдырды. Ол республиканың әдеби ортасында Қарағандының шежіресін жазушы ретінде белгілі. Жайық Бектұров өзінің шығармашылық және ұйымдастырушылық талант арқылы облыс пен республиканың мәдени өміріне елеулі үлес қосты. Ол Қарағанды облысының энциклопедиясын жасауға атсалыса отырып, 1980 жылдары «Песни о тебе, Караганда» ұжымдық өлеңдер жинағын дайындауға қатысты. Жазушының Байғазы немесе Қарағанды қаласы орден алғанда, Аңыз бен шындық, Көміртау мен Теміртау, Кеншілер керуенінде, Қарағанды көріністерінен, өрге басқан өнеркәсіп, ұлы күш, шахтер шамы, незамутить душевной чистоты, салам братья және тағда басқа көптеген шығармалары осы көмірлі шаһарға арналған. Қарағанды өлкесі арқау болған кітаптар қаншама. Өзінің туған шаһарының тарихына өшпесте үлес қосқан абзал азаматтарының бірі қазақ советтік әдебиетінің негізін қалаушы Сәкен Сейфуллин болды. Тіптен белгілі қазақ жазушысы Сәбит Мұқанов та 30 жылдардың басында біздің жас шаһарымыз жайлы «Уголь коммунизм» поэмасын жазған. Ал Бейімбет Майлин болса, совет уақытында қазақ шахтерлерінің еңбегін ерекше атап өтті. 1960 жылы Жайық Бектұров өрге басқан өнеркәсіп атты мақаласында былай деген: көмір бұл аса қымбат қазына. Болатты, шойынды, мысты, жезді балқытатын, электр қуатының нұрын төккізетін, пароходтар мен паровоздарды жүріске, заводтар мен фабрикаларды қозғалысқа келтіретін осы көмір. Көмірді елімізге көп берейік деп тегіннен тегін ұран айтылып жүрген жоқ. Көмір қызуының күші біздің социалистік ұлы отанымыздың күші. Ал біздің Қарағанды кеншілері 7 жылдықтың алғашқы жылынан жоспарын асыра орындады. Еңбектегі бұл қарқын одан гөрі өршімесе еш бәсеңдеген жоқ. 1-90-ның жоспары да артығымен орындалды. Бұның бәрі табыстан табысқа жетуді мақсат еткен кеншілердің творчестволық еңбегінің нәтижесі. Қарағандының, Теміртаудың, Балқаштың, Саранның, Жезқазғанның жаңа құрылыстарына көз салайықшы. Кең көшелер, сәнді де сәулетті биік үйлер, алқадай жасыл орман. Міне, осының бәрін аз жыл ішінде қатарға қосқан совет адамдарының ерлік ісіне қатты риза боласыз. 1957 жылы Жайық Бектұров Қарағандыға келіп, 1958 жылдың қаңтар айында арнаулы қаулымен Қазақстан Жазушылар одағының Қарағанды облысаралық бөлімшесіне жауапты хатшы болып тағайындалады. Бұл қызметте ол 1989 жылдың шілде айына дейін қызмет атқарады. Осы кезеңде алаш азаматтары туралы естеліктер,
ізденіс зерттеу жұмысының нәтижесінде тарих қойнауының беттерін шаң басып жатқан талай арыстарымыз туралы жазды. Өткен мен бүгінді, бүгін мен ертеңді жалғастыратын шырқыраған шындықты жазып, артына үлкен мұра қалдырды. Жәкеңнің халық үшін қайраткерлігі, отанды сүйгіштігі, сталиндік репрессияның жазықсыздан жазықсыз айдалып атылып кеткен қазағымыздың аяулы ұлдарының бірегей шығармаларын көзінің қарашығындай қастерлеп сақтай білгеннен де айқын көрінеді. Ол кісілерге қатысты әлде бір құжатты үйінің төрінде сақтау бұлай тұрсын, аттарын айтудың өзі басқа қауіп болғаны баршамызға жақсы аян, деп өтті Жайық Бектұровтың 80 жылдық мерейтойына байланысты жазған материалында академик Қозыбаев. Ахметтің 40 мысалын, Жүсіпбектің қарт қожасын, Кенесары туралы дәлел мен дерек, Міржақыптың Оян қазағын Орталық Қазақстан газетінде алғаш рет жариялаған Жайық Бектұров еді. Манаш Қабашұлы Қозыбаев сөзімен айтқанда, бұл облыс үшін мәртебе, жайық үшін ерлікпен пара-пар болатын. Орындарды зерттеп, Жайық Бектұров Шоқан Уәлихановтың, Сәкен Сейфуллиннің, Нығмет Нұрмақовтың оқыған жерлеріне және де Балуан Шолақ, Қажымұқан, Бұқа Жырау, Мәшһүр Жүсіпке ескерткіш орнатуға тікелей ат салысып, көшелерге олардың аттарын қоюға себепкер болды. Дәл Жайық Бектұров сияқты алаш азаматтарын, қазақтың маңдайына біткен азаматтарын, қыздарын жоқтаған ақындар жоқ. Ол осылайша өзінің естеліктерімен, ізденістерімен қазақ халқының асыл азаматтары туралы кейінгі жастарға жеткізіп, олар бейнелерін жарқыратып көрсетіп кетті. Сондықтан болар белсенді оқырмандар мен қызметкерлері Жайық Бектұровтың атын Қарағанды облыстық жасөспірімдер кітапханасына беруді мәселе етіп көтерді. Соның нәтижесінде 2001 жылы Жайық Бектұровтың есімі кітапханаға қойылып, мемориалдық кабинет музейі ашылды. Туған жері Ақкөл ауданында да 2005 жылы Жайық Кәгенұлы Бектұровтың атына көше, ал 2017 жылы жазушы есімі Ақкөл нөмір 3 орта мектебіне берілді. Бүгінгі күні Жайық Бектұровтың өмірі мен шығармашылығы жастарға үлгі өнеге ретінде насихатталып, түрлі еске алу кештері өткізілуде. Көп жасап, көпті көрген, асылды терген Жайық Бектұровтың әдеби қоры мол. Жазушының өмірі мен әдеби мұрасы келешек ұрпақ үшін теңдессіз жәдігер. Оның еңбектерін зерттеу, жарыққа шығару, оқырмандарына жеткізу бүгінгі мен кейінгі толқын жастардың парызы да, жазушы алдындағы қарызы да. Шежіре жазушы, журналист Жайық Кәгенұлы Бектұров 26 наурыз 1998 жылы өмірден өтті. Бірақ Жайық Бектұровтың күреспен, ізденіспен өткен өмірі, шығармашылығы кейінгі ұрпаққа асыл мұра, өмірі үлгі.